еш жей жиғаннан кейін әкесі өткен қан майданында Қасен Оралтай сөз майданында жалғастырды ағайын. Азаттық радиосы қазақ бөлімшесінің бұрынғы басшысы, белгілі жазушы, журналист, тарихшы, аудармашы, редактор, шеттегі қазақ диаспорасының көрнекті өкілі, бүгінгі түрік әлеміне танымал қоғам қайраткері, 15 кітаптың, жүздеген мақалалардың авторы Хасан Оралтай қазақ тілі үшін күрескен, қазақтың дербес мемлекет, тәуелсіз ел атану жолында аянбай еңбек еткен ұлы тұлға. Оның есімі тәуелсіздік ұғымымен қатар аталады десек қате емес. Ол қазаққа қатысты кез келген мәселеге ұлттық мүдде тұрғысынан қарайтын және оны жүзеге асыруға тырысатын. Өмірінің соңғы кезеңіне дейін жазған еңбектері қазаққа қатысты өткені мен болашағы үшін көтерілген өзекті мәселелер жайлы. Өткізіліп отырған осыны балқаны бас қосу соның бір дәлелі осы. Егер тірі болғанда бүгін әкесі Қалибек Кәкім мен Балқаш Мағиннің өткен ғасырдың 80 жылдарының басында бір-біріне жарысқан хаттарындағы бір-біріне тілеген тілектеріндей олардың сөздері. 60-ты алқындып, 70-ті желкелетіп, 80-nin сеңсеңін өргін кейіп, 90-ның қорқа тоңын жаңылып, сөздің алтын жүзігін саудан дәметіп отырар. 4 мамыр күні Шоқан Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының ұйымдастыруымен Хасан Оралтайдың туғанына 90 жыл толуына орай Хасан Оралтай және ел тәуелсіздігі үшін қызмет етудің құндылығы атты халықаралық ғылыми практикалық конференция өтті. Сол орманға бүгін тұрғындары сенбі шығады орманға. İtlerini alıp çıkan, ballarını alıp çıkan, ne de çıkan, bırakıp çalıp çıkan, kolum radyomuzda. Sonra radyomuz Қазақстан туралы cevap verdiler. Конференция барысында Хасан Оралтай туралы тың деректер айтылды. Есенгүл Капқызы, Әдемі Талғатқызы арнайы мінбер үшін.